Алармыздар ардақты ағайын, алдында метро гипермаркет маңында орналасқан нұрлы жер бағдарламасы бойынша берілетін 1884 пәтерге мен сізге кішігірім шолу жасаған болатым. Бүгін міне соның алаңына кіріп отырмыз. Қазір сіздерге үйлердің неден соғылған сыртын бәрін көрсететін боламын. Осы 2021 жылы Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 3700-ден астам пәтер нұрлы жер бағдарламасы бойынша беріледі. Жалпы осы пәтерлерді бәріміз бірге тамашалайық. Міне қараңыздар достар. Өздеріңіз көріп отырғандай, міне үйлер қазір соғылуда. 20-дан астам негізінде домдар болады деп жоспарлануда. 20-дан астам дом болады бұяқта. Арасында біле-білуім бойынша 5-6 ұйым ба, бір 10 шақты ұйым ба, Базиса соғып отыр. Базиса компаниясы. Үйлер панельный нелерден соғылған, бағанағыдай. Панельный блоктардан. Так, қазір өздеріңіз көріп тұрсаңыздар, қараңыздар достар. Әлі абаттандыру жұмыстары жасалынбаған, алдында бәрінде әлі асфальт ештеңе жоқ. Тоқтар жүргізілген қосымша. Жақындап кішігірім микрорайон үшін сіздерге көрсетіп қайтайын деген ғой. Кішігірім былайша айтқан кезде микрорайон ғой, қараңыздар. Көрдіңіздер ма? Анаяқта 2 үй тұр, міне 1 үй тұр. Монолитный плита дейма, бетонный плита дейма, қалай атайтын аны? Міне қараңыздар. Міне үйдің сырты, яғни бетоннан соғылған үй. Сөйтіп алынғанда үйдің сыртынан мынандай краскаленген қосымша пластик терезелері қойылған. Әр қабатқа ақ пластик терезелерінен әр үйді өзгеше бір өзіндік стильда әрлеп дайындауға тырысқан. Міне көріп тұрсыздар ғой да? Үйдің сырты боятылған. Қараңыздар, қандай үлкен кішігірім микрорайон. МЖК шығыс маңында орналасқан үйлерді, одан кейін Қошқарбаева маңында орналасқан үйлерге мен сіздерге арнайы шолу жасап қойғам. Оны осы мен YouTube каналымнан көрсеңіздер болады. Міне қараңыздар достар. Көрдіңіздер ма? Қандай керемет аудан. Керемет деп отқаным, қандай үлкен аудан деп отқаным ғой. Мына жерде уже арнайы құрылғылар қосылуда суды жүргізуге. Мінекей. Мына ортада менің ойымша балалар ойын алаңы болады. Балалар ойын алаңы болады. Міне қараңыздар, қандай үлкен үй. Міне бір-бірлеріне қарап тұрған үлкен үйлер. Мына жерде үй тұр. Сіздер менімен бірге осы микрорайонды бір аралап шыққандай бір сезімде болсаңыздар, қандай керемет микрорайон орналасқан жерін бәрін байқап, сезініп, сол үшін лайф ретінде түсіріп отырмын да. Яғни без переключения, без перемотки. Так, міне. Абаттандыру жұмыстары жүргізілмеген. Бірақ бұйыртса биыл осы үйді толықтай біз тапсыруға жоспарлануда. Қараңыздар. Арнайы канализационный люктарды жасалып қойған. Үйлердің сырттары көп. Мына үй мен мына үйдің сыртының әрленуі бір-біріне ұқсас екен. Міне жақта болгарканың дыбысы шығып отыр, естіп отырсыздар ма? Яғни тағы бір үйдің ішінде жөнді жұмыстар жасалынып отыр деген сөз. Қазір енді бір нысанға кіріп көруге тырысамыз сіздермен бірге. Қараңыздар міне достар. Арнайы электр қалқандары мына жақта орнатылып тұр сыртта. Бұл дегеніміз, бұл микрорайонға өзіндік электричество жүргізіліп қойды деген сөз. Енді біз будка дейтіміз бала кезде, электрический будка дейтіміз өздеріңізге қалай ыңғайлы болды. Мына жерде бір электрический будка тұр. Ана жерде электрический будка тұр. Міне микрорайон. 24-ден астам үй. Біле-білуімше қараңыздар, қандай, ішінде жүрсең, мына керемет қой, мынаның ортасын бәрі жол болады бұлай. Өздеріңіз бірден автокөлікпен кіріп кетуге мүмкіншілік қарастырылады. Қараңыздар. Шамалы әрмен қарай сіздермен барып көрейік, әрмен қарай барып көреміз да. Одан кейін мейлінше мүмкіндігі болса бір үйге кіріп көрелік. Мына жерде енді бұйыртса нұрлы жер шаңырақ бағытына қатысушы бір жанның үй тұр осы жерде баспанасы. Мына үйлерде қаншама кішкентай сәбилердің үні шығады. Қоныс тойын жасаушылардың күлкісі, қуанышы,
Қоныстой демекші, мен енді осы баспана мәселесі басы қасында жүрген жан болғандықтан Нұр Сұлтан қаласында қоныстой десе мен көз алдыма жандан піскен бауырсақтар, асылып жатқан ет, қайнап тұрған бұрқырап иіс шығып тұрады ғана еттің ішіне кірген кезде. Жет желпек, бауырсақ, одан кейін шашылып отқан кәмпиттер елестіп кетеді да көз алдыма. Мына жақта уже үйлер соғып отыр екен, қараңыздар. Мына жақта үйдің сырты. Көрдіңіздер ме? Анау көріп тұрсыздар ғой? Үйдің сырты негізінде осындай. Анай плиталардан ғой, бетонный плиталардан көрдіңіздер? Плита міне. 4-3 плиталар бәрін алады да бір-біріне былай чақ жалғайды, бір-бірімен біріктіреді. Одан кейін қараңыздар, оппа, мынау керемет зат қой негізі. Міне, қазір мен сіздерге көрсетемін. Қараңыздар достар. Мынау не үшін жасалынған? Көпшілік бағана сұрап отыр, домдарда осындай қандай қажеттілігі бар деп. Мынау сіздің үйіңізге таза ауа кіріп тұру үшін. Әрқашанда сырттан үйдің, яғни квартира мен екі арада сіздерде таза ауа болып тұрады. Так, квартиралардың іші оппана, линолеум төселіп қойған, электр қуаттарын бәрі жүргізіліп тұр, автоматтар да жүргізіліп тұр. Қазір бәріміз бірге барып, бір пәтерге кіріп көрейікші достар. Шынында да. Так, қараңыздар. Мына жерде не бар екен? Мына жерде не помещение, кім біледі, айтыңыздаршы, не бұл мынау? Мен білмеймін мынау не екен. Шынында да. Так, міне. Мынандай, так. Мына жерде қараңыздар, әлі абаттандыру жұмыстары әлі жасалынады. Мына бәрін тегіс істейді, дұрыстайды. Мынау бордюрлар бетонный, менің ойымша. Бетонный бордюрлар тұр. Мінекей. Аяқта крандар тұр. Үйлердің есіктерін бәрі жабықта достар. Бұл видео негізі жексенбі күні түсіріліп отыр, сондықтан бүкіл подъездардың есіктерін бәрін жауып тастапты. Барлық жерде жауып тастапты. Барып ашып көрейікші бір подъездің есігін. Тай. Так, мына есік жабық тұр. Вход на пятно по звонку. Ключница Галия дейді. Уборка квартиры, помещение после ремонта. Домофон орнатып қойыпты, қараңыздар. Барлығы жабық тұр. Мына есікте жабық тұр. Мынандай бір нәрсе орнатып қойыпты. Қосып өшіретін. Мынаның қосып өшіретін ба деймін? Жоқ, ішіне лампочканы салмапты әлі. Так, қазір басқа пәтерлерге кіріп көрейік, достар. Мінекей үй боялмаған күйінде осылай көрінеді. Мен төбесінде жігіттер қазір подрядчиктар бояп отыр. Мен бірінші қабат. Одан кейін достар, бұл үйдің неге жылы болады? Қазір мына жақта жігіттер айтып жерді бір ауыз. Қараңыздар. Міне. Мынау үйдің сыртынан қаптайтын бетон. Мынау үйдің сыртынан қаптайтын бетон. Бетонның ортасында мынандай стекловата. Мына бетон кемінде бір 10-12 сантиметрдай. Оның ішінде тағы да бір 10 сантиметрдай, 12 сантиметрдай стекловата. Оның ішінде қайтып бетон. Қараңыздар, әжептәуір сөзде қалыңдық қандай. Үй жалпы жылы болады, негізі шынында да. Дұрыс айтады жігіттер. Ал достар, қазір подъездерді, яғни кіреберістерді тамашалайық. Кіреберістер келесідей болады. Мінекей. Мына жерде арнайы қосып өшіретін бар. Мына жерде, скорее всего, не тұрады. Арнайы бір свет. Кіреберіс. Жерінде өздеріңіз көріп тұрғандай келесідей кафель тұрады екен. Қабырғалардың биіктігі 2,5 метр. Потолоктар ақталған. Яқтан 2 плафон құрылған. Әрі қарай барамыз. Мінекей келесі кафель тұр. Мұнда үлкен плафон, мына жерде үлкен плафон. Кіреберістердің, подъездардың стеналар келесідей әрленген. Штукатурка дейді. Мынаны өздеріңіз көріп тұрсаңыздар. Бұл кірге төзімді сары светке бояған екен. Мына кіреберіс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бір қабатта 7 пәтер бар екен. Көрдіңіздер ме? Мына қабаттардың арасы 1 метр 10 сантиметрдай болады енді арасы.
жалпы бір үлкен екі ересек адам келе жатса, бір-біріне былай, мысалы, мен секілді үлкен жандар келе жатса, көріп тұрсыздар ғой. Шамалы бүйтіп өту керек болады да, былай тікесінен өтіп кете алмайсыз. Жалпы енді болады. Екі адам сияды, ойланбай сияды. Мына жолға бір коляска, егер кішкентай бала болатын болса, әлде бөпелеріміз. Мына жолға бір кішкентай баланың коляскасы сыйып кетеді. Міне. Мынау лифт. Мынау лифт. Лифт ұзыннан орналасқан 2,5 метр, былайынан 1,10. 13 персонаға 1000 килограмм дейді. 9 қабат. Лифттің іші осы. Мына арнайы гипсокартонмен қорғап қойған, что болашақта сынып кетпеу үшін. Енді жаңадан үй сатып алған адамның өзі кішігірім бағанағы өзгерістер енгіземін мүмкін. Одан кейін мынандай подъездерде қосымша электр құрылғыларын қойып қойыпты, розеткалар. Автоматтар орнатқан әр подъездге міне. Өздерінің автоматтары. Мынау отопление. Әр подъездге арнайы орнатып қойыпты. Қосымша келесіде есіктер. Мынандай ручка. Одан кейін қосымша мына жерде мынандай звонок қойып қойған екен. Осы достар. Енді бұйыртса, менің ойымша бір 3-4 айдың ішінде бұл нысанда беріліп қалар. Сол берілген кезде біз Нұрлы жер шаңырақ бағытында осы пәтерлерді ойнататын боламыз. Шығу выход. Мынау әр қабатқа көтерілу екен. Көрдіңіздер ме? Әлде кіріп болмасын деп, мына пакет қойып қойыпты. Әр қабатқа көтерілу барысында, бұл кафель жоқ. Мен түсінген бойынша кафель болмайды да, себебі бетонмен құйып қойған. Жылыту батареялары бар ортада. И стеналары бағанағы мен атап өткен штукатуркамен әрленген. Қазір бір бөлмелі пәтерді көреміз, бірақ бірден ескертіп қойын сіздерге. Негізінде нысан берілер сәтте, яғни дайын болған сәтінде біз сіздерге қосымша обзор түсіретін боламыз. Ал қазір өздеріңіз бағаны сыртынан да көрдіңіздер, абаттандыру жұмыстары жүргізіліп отыр, құрылыс жұмыстары жүргізіліп отыр. Бір бөлмелі пәтер. Мынау кіреберіс, келесіде есіктер болады бұл нысанда. Мынау не? Жуыну дәретхана бөлмесі. Міне келесідей. Мына унитаз тұр, мына қол жуатын жер, ванна, кафель. Кафель осылай жартылай бола ма или толықтай бола ма? Белгісіз ол. Мына жуыну бөлмесінде арнайы бір розетка тұр екен. И мына жерде міне свет тұр. Мына жерде де бір стиральный машинаға арнайы розетка. Жылыту батареясы. Төбесі натяжной, керемет. Төбесі натяжной потолок екен, достар. Көрдіңіздер ма? Төбесі натяжной потолок. 2,5 метр ма, 2,7 ма? 2,7-ге құсаттым енді, бірақ 2,5-ға да құсайды. Мына ас бөлмесі. Жерінде, мынау бізде линолеум ба, ламинат па? Ламинат, ламинат жерінде. Мінекей. Жылыту батареясы. Мына жерде сіздерде газ плита тұрады. Электр құрылғылар тұр. Мына жерде қол жуатын жер. И кішігірім кафель. Бұл бір бөлмелі пәтер бар. Бір бөлмелі пәтердің іші. Мына жерде автомат тұрады. Автомат мен ойымша орнатылып қойған. Звонок, свет. Мына жерде ламинат. Мінекей келесіде құрылғылар қосқанға. Мына жерде міне интернетке де тұр. Мынау кішігірім балкон. Мынау кішігірім осындай балкондар. Пластик терезелер. Жылыту батареялар келесідей. Сол. Енді сырт жағынан тағы да бір тамашалайық. Ал қымбатты достар, осымен біздің шоуымыз бүгінгі аяқталды. Ескере кететін жайт, бұл нысан әлі аяқталуына біраз уақыт бар. Қосымша бұл нысан берілер сәтте, яғни Нұрлы жер бойынша ойнатылар сәтте, біз сіздерге қосымша міндетті түрде видеоролик түсіріп береміз. Жалпы осы манда жұмыс жасап жүрген құрылысшылардың айту бойынша бұл жерде
96 үй көтеріледі. 96 пәтер емес, 96 үй. Мына міне сіздер көріп тұрсыздар, осындайдың 96-сы болады дейді. Сол кезде мына аудандардың бәрі осыған ұқсас үйлер болайын деп тұр ғой. Керемет, олай болса керемет, яғни әр қазақстандықтың баспаналы болуына мүмкіншілік арта түседі деген сөз. Қосымша, енді қараңыздар, мынау ана жерде мен сіздерге айттым, ана метро деген гипермаркет бар дедім. Енді қараңыздар, мына жерде тағы да бір 3 нысан тұр екен. Енді дәл қазіргі таңда бұл нысандар бойынша құрылыс жұмыстары жүріп отыр ма, жүріп отқан жоқ па, нақты білмедім, себебі қандай да бір адамдарды немесе техниканы көріп тұрған жоқпын. Бірақ менің ойымша болашақта осының маңынан бір оқу орындары, гипермаркет болып жатса, нұр үстіне нұр болады еді. Сол достар, сіздермен бірге болған мақсат Нұр-Сұлтан қаласына көшуді жоспарлап жүрсеңіз, Нұр-Сұлтан қаласынан үй сатып алуды жоспарлап жүрсеңіз, баспаналы болуды жоспарлап жүрсеңіз, менің каналыма жазылып қойыңыздар. Әрқашанда баспана мәселесіне байланысты арнайы сабақтар, осындай тұрғын үйлерге шолулар түсіріліп отырады. Сіздермен бірге болған мақсат әр қазақстандық баспаналы болсын, мақсатпен мақсатқа.